Жеке тұлға әр адам қандай да бір өзгеге ұқсамайтын тарих. Александр Лугановский. Жер бетінде қанша адам бар болса, сонша тұлға бар. Ал енді тұлға дегеніміз кім? Әр адамның бойында өзіне ғана берілген бір қасиетті, талантты, өнері, дарыны бар. Мысалға, сіз аспаздықты жақсы көресіз. Сізге тамақ пісірген, тамақ әзірлеген қатты ұнайды. Қазақстан бойынша 100 мың керемет аспаз бар делік. Бірінен бірі асып түсетін аспаздар. Барлығына өз істері, яғни аспаздықпен айналысқан қатты ұнайды. Кейбіреулері атақты. Көбіне адамдар осындай өздерінің таланттарына қатысты бір нәрсемен айналысқысы келсе де, одан да мықты аспаз көп сияқты, өзінікі оларға жетпейтін сияқты, сіздікін ешкім елемейтін сияқты, тағы да басқа секілді ойларды ойлап қорқады. Дұрыстап тыңдаңыз, жер бетінде қанша адам бар, сонша тұлға бар. Жалпақ тілмен айтқанда, бұл жер бетінде қанша аспаз болса да, сізге берілген қасиет басқаға берілмеген, ал басқаға берілген қасиет сізге берілмеген. Әншілер де, бишілер де, тігіншілер де, суретші де, жазушылар да, жалпы барлығында да солай. Мысалға, мен өзімді алайын. Қазақстанда небір мықты жазушылар, кәсіби жазушылар жетіп артылады. Бірақ маған берілген жазушылық қасиет басқаға берілмеген. Ол қасиет менің ішімде, менің бойымда, мен ғана солай жаза аламын. Басқа адамның ішіндегі ерекше қасиетті маған берілмеген, өзінде ғана. Мәселенің барлығы бұларда емес. Ең басты нәрсе өмірде өзіңнің кім екеніңді анықта. Өмірден өзіңді тап. Содан кейін білім алу арқылы өз салаңның ең мықтысы боласың. Біздің әр қайсымыз ерекше жақсымыз. Біздің қай-қайсымыз болмасын керемет қуаныш пен шаттыққа, үлкен жетістік пен жеңіске, бақытқа толы керемет өмірге лайықпыз. Біз денеміз сау болуға, пайдалы жұмысқа, ешқашан қажылай тарықпай, жоқшылықты, кедейлікті ойламай өмір сүруге құқылымыз. Біз мұндай керемет өмірге туыла салып құқылымыз. Біз өзімізге берілген өмірдің қыр-сырын, мән-мағынасын, жаратушыны танып білу үшін, жетістікке қол жеткізу үшін және өзіміздің лайықты құндылығымызбен сый-құрметімізді сезініп білу үшін жаралғанбыз. Тағы айтамын, сіздер әрқайсыңыз бір-бір жеке тұлғасыз. Себебі адам баласының жаратылысынан бері тарихта дәл сіздей адам болған емес. Әр адам керемет бір талантқа, ашылмаған ерекше мүмкіндіктерге ие дедік. Егер осылардың тауып аша білсе, кез келген адам қалаған нәрсесіне қол жеткізері анық. Біздің айналамызда сан жетпес мүмкіндіктер бар. Кез келген арманыңызға қол жеткізуге барлық мүмкіндік бар. Өзіміздің қалағанымызға қол жеткізуге кедергісін келтіретін басты қамал бұл біздің ойымыздың таязығы. Сондықтан осы кітаптағы кеңестерге сүйене отырып, өзіңізбен жұмыс істеп, ойыңызды түбегейлі өзгертіңіз. Ішкі диалог. Біреумен тіл табыса білу бұл талант, ал өзіңмен тіл табыса білу бұл таланттың ең жоғарғы дәрежесі. Қарап отырсаңыз, бүкіл өмірімізде болып жатқан оқиғаның бәрін өмірімізге ойлау, сөйлеу, тағы да басқа сияқты әдістермен өзімізге тартатынымыз туралы бірнеше рет айттық. Уақытыңыздың көбінде сіз нені ойлайсыз, нәтижесінде сіз сондай боласыз. Айналаңыздағы қоршаған әлем бұл сіздің ішкі жан дүниеңіздің айнасы. Сыртта, айналаңызда болып жатқан құбылыстың барлығы көбінесе сіздің ішкі дүниеде болып жатқан құбылысты көрсетеді дейді. Өте беделді әлемдік деңгейдегі коуч Брайан Трейс, психология мен адамның миын, ойлау қабілетін зерттеуші, қазіргі заман білімділері бір ауыздан біз нені ойласақ, солмыз дегенді бекітті. Осындай көбіміз біле бермейтін, білсек те мән бермейтін, бірақ адамның өмірінде алатын орны өте зор ішкі диалог деген бар екен. Ішкі диалог дегеніміз адамның іштей өзі күбірлеп сөйлесуі. Егер адам сырттай біреумен сөйлеспесе, міндетті түрде күбірлеп, өзімен өзі іште диалог құрады екен. Ішкі диалог көбінесе адам қандай бір кездесуге бара жатқанда,
не айтатыны туралы күбірлеп немесе сол кездесуден кейінгі өз ойын толық айта алмаса, өзімен өзі іштей диалог жасайды. Ал бұл ішкі диалогтың айтылуы ырғағынша ашулы, ызалы, қуанышты, өкінішті қарай. Адам өміріндегі орны өте маңызды. Мұндай диалогтар байқатпай адамды үлкен жетістікке жеткізуі немесе құлдырауға келіп соқтыруы да мүмкін. Кез келген біздің ішкі және сыртқы сезімдеріміздің қуанышты, ренжулі барлығы біздің ойымызға тікелей байланысты екенін ұмытпаған жөн. Осыған және жоғарғы ой мен сана бөлімдеріндегі айтылғандарға дәлел ретінде мысалға дәл қазір көңіл күйді түсіретін еш нәрсені ойламастан көңіл күйіңізді түсіріп көріңіз, немесе еш себепсіз ашуланып көріңіз. Біздің кез келген көңіл күйіміз ойлау арқылы анықталады. Сіз қандай ой ойлайсыз, соған қарай не күлесіз, не ренжисіз. Бұл өмір күрес, арпалыс, тартыс деп жатамыз. Өмір болған соң барлығымыз қандай да бір кедергілерге, қаржылай тапшылыққа кезігіп жатамыз. Көбінесе біз нені ойлаймыз, сол біздің ішкі диалогтың басты тақырыбы болып шығады. Ары қарай бойымызды қандай да бір сезім билейді. Одан кейін жүріс-тұрысымыз, әрекетіміз анықталады. Адамдардың көпшілігі уақытының басым бөлігін және бар көңілін бітпейтін ішкі диалогқа жұмсайды екен. Тура сол сияқты көптеген уақытын мен бүйтуім керек еді, сөйтуім керек еді деп қолдан жіберіп алған мүмкіндіктерін сараптауға арнайды. Мидың ылғи сәтсіздікке тұрақталуына байланысты ішкі дауысы ылғи бір нәрседен бас тартуға үгіттеп жатады. Сондықтан өміріңіздің өзгеру процесін осындай ішкі диалогтарға сараптама жасаудан, яғни іштей не туралы айтасыз және үніңіз қалай шығады, осылармен дұрыс жұмыс істеуден бастаған дұрыс. Мақсатын табу. Арманың биік болсын, өзіңді шын мәніндегі ең сүйікті ісіңе арна. Сонда сен ұшуды үйренесің. Вадим Котеленков. Кез келген адам өмірде өз мақсатын тауып, соған қол жеткізіп, бақытты болуы керек. Немесе өз мақсатына қол жеткізген адам жетістікке жеткен адам дегенді көп естиміз. Жалпы мақсат дегеніміз не? Арман мен мақсаттың айырмашылығы неде? Мақсаттың қандай түрлері болады? Өмірлік мақсат дегеніміз ше? Өз мақсатыңды қалай анықтауға болады? Осы және осыған қатысты сұрақтарға тереңірек жауап беріп көрейік. Мақсат дегеніміз армандаудан, қиялдаудан туады. Арман көбінесе санамызда бала күннен пайда болады. Бала әртүрлі жетістікке жеткен адамдарды, кинодағы кейіпкерлерді, ауылдағы мұғалімдерді, тағы да басқаларын көріп, қиялдап, өздері де сондай болуды армандауы мүмкін. Әртүрлі қиын қыстау кезеңдерді көріп өскен бала өсе келе тіпті армандаудан да қорқады екен. Адам баласы үшін ең қиын нәрсе армандай алмау. Арманы жоқ адамда мақсат та болмайды. Адам кеңінен армандауы керек. Көбінесе адамдар бұрынғы болған сәтсіздіктерінен армандауға қорқады. Кез келген адам қателесуге құқылы. Өткеніңіздегі қателік бұл өмірлік сабақ, тәжірибе. Ең қиыны сүріну, қателесу емес. Ең қиыны орнына қайта тұрмау. Арманыңыз биік болып, Алладан көп нәрсені сұраңыз. Себебі Алла сұрағаныңызды беруші. Ал армандар міндетті түрде орындалады. Мамандардың айтуынша, кез келген қиялыңыздағы армандағы қағазға жазбайынша, ол сол арман болып қала береді екен. Сөйтіп күндердің күнінде арманыңыз сізден алыстап, көзден ғайып болады. Ал қағазға нақты жазылған арман мақсатқа айналады. Кез келген мақсат қол жетімді. Мақсатқа қол жеткізетін бірнеше әрекет бар. Мақсат дегеніміздің ұзақ және қысқа мерзімді деп қарауға болады. Енді осыны толық түсіну үшін мен мақсатты А, Б, В деп 3 типке бөліп төмендегідей қарастырдым. А типті мақсат дегеніміз, мысалға, осы сенбіде жақсы досыңыздың тойы болады екен делік. Сіз шамамен тойға киетін көйлекті қанша ақшаға алатыныңызды, қанша ақшаға беретініңізді, шашыңызды сәндейтініңізді және қандай сыйлық беретініңізді білесіз. Бұл жердегі сіздің мақсат ақша табу. Ақша табылса тойға барасыз.
Ал енді ақша табылмаса, тойға бармайсыз. Б типтегі мақсат дегеніміз, мысалы, сіз ай сайын 120 мың теңгеге айлық аласыз. Тұрақты жұмысыңыз бар. Күнде жұмысқа жаяу барғандықтан кредитке машина алу ойыңызға келді. Банкке барып барлығын есептеттіңіз. Егер ай сайын 50 мың теңгеден құйып отырсаңыз, 5 жылда машина өзіңіздің жеке меншігіңізге өтеді екен. Бұл жердегі сіздің мақсат өзіңізге қажетті машинаны табу. Машина алу. Содан машина іздестіріп жүргенде үйде бір жағдай шығып, ақша керек болып қалды. Мұндай кезде сіздің машина алу деген мақсатыңыз өзгеріп, үйдің мәселесімен әлек болып кетесіз. В типтегі мақсат бұл сіздің нағыз өмірлік мақсатыңыз. Расында, дәл қазір ойласаңыз, қалай қол жеткізетініңізді білмейсіз. Білмеуіңіз керек. Егерде қалай қол жеткізетініңізді білсеңіз, ол ең басты мақсатыңыз емес. А және Б типтегі қысқа мерзімді мақсат болуы мүмкін. Мұндай А және Б типтегі мақсаттардың В типтегі мақсаттан айырмашылығы неде? Иә, бұл екі типте мақсатқа жатады. Тек мұнда қандай да бір кедергі шықса, оңай беріле саласыз. Мұндай мақсаттарыңыз жайына қалады, болмаса басқаша тиімді ақшалай ұсыныстар түсіп жатса, тез арада бұл А, Б типтегі мақсатыңызды өзгерте саласыз. Ал өмірдегі ең басты мақсатыңызды ешқашан өзгертпейсіз. Тіпті кедергілерден шаршап, қолыңызды бір сілтеген күнде де мақсатыңыз туралы ой сізге маза бермейді. Себебі ол сіздің мақсат. Алла сізге ғана берген қасиет, өнер, шеберлік, талант, тағда басқа десе де болады. Сонымен мақсат дегеніміз әр адамға берілген осындай ерекшелік. Мұндай мақсатты ойлағанда сіздің арқаңыз қозып шабыт аласыз. Ал енді өз мақсатыңызды төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып анықтап көрейік. Бірінші, сізге немен айналысқан ұнайды? Сіздің мақсатыңыз өзіңіздің сүйікті ісіңізбен байланысты. Көптеген жетістікке жеткен адамдар өз сүйікті ісімен айналысуда. Мысалға, Билл Гейтсқа компьютер ұнаса, Мейрамбек Беспаев, Қайрат Нұртасқа кішкентай күнінен ән айту ұнаған. Жаза берсек тізім көп. Бұлардың барлығы өз сүйікті ісімен айналысуда. Ал сізге немен айналысу ұнайды? Мүмкін сіз шығармалар жазуды, спортпен айналысқанды, ән салғанды, сурет салғанды, немесе ас әзірлегенді ұнатарсыз. Мүмкін сіздің жаныңызда кәсіппен айналысқан, сауда жасаған, адамдармен араласқан, немесе жөндеу жұмыстарын жасаған жақын шығар. Болмаса сіздің қолыңыздан біреуді зейін салып тыңдау жақсы келетін шығар. Қандай жағдайда да сіздің өмірлік мақсатыңыз сіздің жаныңызға жақын, сүйікті ісіңізбен тікелей байланысты. Екінші, сіз бос уақытыңызда немен айналысасыз? Сіздің бос уақытта айналысатын ісіңіз сіздің мақсатыңызды анықтауға көмектеседі. Егер де сіз ән салғанды жақсы көрсеңіз, онда ән салу қай салада өсуіңіз керектігін білдіретін бір белгі. Осындай белгі деп сурет салу ма, ас әзірлеу ме, әлде спортпен шұғылдану ма, осы сияқты кез келген сіздің әуес ісіңізді айтуға болады. Сіз тек сол белгілерді жіберіп алмауыңыз керек. Мұндай белгілерді қалай қарастыруға болады? Мысалға, біреуге оқыған және жаңа бір нәрселерді үйренген ұнайды. Ендеше ол адамның мақсаты сабақ беру, білгенін біреулерге үйрету болуы мүмкін. Сондықтан бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз, немесе не істегенді жөн көресіз, осыны жақсылап ойланыңыз. Үшінші, сіз неге көңіл аударасыз? Мысалға, сатушы тауардың сұранысқа ие болатын болмайтынын оңай айыра алады. Шаштараз адамның сыртқы шаш келбетіне бірден көңіл аударады. Сәнгер жараспайтын киімді бірден таниды. Әнші нотаның дұрыс түскен түспегенін жылдан байқайды. Ал сіз неге көңіл аударасыз? Қандай дұрыс емес нәрсені көргенде денеңіз тітіркенеді? Сіздің берген жауабыңыз сіздің өмірлік мақсатыңызды анықтауға көмектесетін белгілер болып табылады. Төртінші, сізге не туралы білген ұнайды, немесе нені зерттегенді жөн санайсыз? Сізге қандай кітап, журналдарды оқыған ұнайды? Мүмкін сізге бизнес, аспаздық, киім тігу, немесе балық аулау
туралы әдеби кітаптар оқыған ұнайтын шығар. Егер де сіз өз кітапханаңызды жасасаңыз, ішіне қандай кітаптарды жинайтын едіңіз? Мүмкін сіз өзін-өзі дамытумен айналысып көрерсіз. 5. Сіздің шығармашылықпен айналысуға деген құлшынысыңызды не арттырады? Мүмкін сіз үшін саудамен айналысу керемет бір өнер шығар. Немесе журналдан жаңа бір тамақ дайындау мен әдісін көре салып, дереу сондай тамақ әзірлеуге кірісесіз ба? Қандай да бір бастан өткен оқиғаны қағазға сурет қылып салып, шер тарқатуыңыз мүмкін бе? Тағы да ойланыңыз, сізді алдыға қарай жылжуға не мәжбүрлейді? 6. Басқаларға сіздің неңіз ұнайды? Сіздің пісірген асыңызды керемет жақсы көретіндер бар ма? Егер сіздің дайындаған асыңыз ешкімге ұнамаса, сізден керемет аспаз шығуы мүмкін емес қой. Немесе сіздің ән салып би билегеніңізге тәнті болатындар бар ма? Мүмкін сіздің жазба жұмыстарыңызды немесе сауда жасау қабілетіңізді біреулерді таң қалдырған шығар. Біздің қай-қайсымыз болсын, өзгелер қызығып тәнті болатын қандай да бір қабілетіміз бары рас қой. 7. Егер сіз алдын ала жетістікке жеткеніңізді білсеңіз, немен айналысар едіңіз? Біреу өзінің жеке сән салонын ашар еді. Біреу өзінің музыкалық шамасын сынап, Қазақстан дауысы сияқты жобаларға қатысып көрер еді. Енді біреулер бірнеше дүкен жүйесін ашып көрер еді. Сіздің кез келген жауабыңыз сіздің өмірлік мақсатыңызды анықтауға берілетін тағы бір мүмкіндік болып табылады. Өмірлік мақсат бұл көбінесе сіздің бір кездегі бала күнгі қиялыңыздан туған арманыңыз болуы мүмкін. Кейде шаршағанда демалатын ермегіңіз болуы мүмкін. Ең бастысы сіздің рақат алатын сүйікті ісіңіз болуы керек. Сіз қалай қол жеткізетініңізді білмейсіз. Сондықтан ойласаңыз, қорқып кетесіз. Қол жеткізу мүмкін емес сияқты көрінеді. Осыған қарамастан ол ой сізге күн-түні маза бермейді. Себебі ең соңғы нүктесін сіз білесіз, сезесіз. Соңғы аялдаманың нақты бейнесі сіздің көз алдыңызда тұр. Шіркін, ақша болса ғой, бүйтерем, сүйтерем дейсіз. Яғни сүйікті ісіңізбен айналысқанда неге қол жеткізетініңіздің нақты суреті көз алдыңызда. Осындай белгілері бар болса, міне осы сіздің ең басты мақсатыңыз. Сіздерге көмек ретінде мақсатыңызды анықтауға тағы да бір кеңес ұсынайын. Бір қағазды өзіңізге жақсы көріп айналысатын 20 істің тізімін шамамен төмендегі үлгіде жазыңыз. 1. Тамақ істеген, 2. Бала баққан, 3. Үй жинаған, 4. Кітап оқыған, 5. Адамдармен сөйлескен, 6. Көлік жүргізген, 7. Сауда жасаған, 8. Ән айтқан, 9. Сурет салған, 10. Билеген, 11. Өзің білетінді өзгеге үйреткен, 12. Үйдің ішін бөлмелерді сәндеген, 13. Киім тіккен, 14. Жиһаз жасаған, 15. Қолөнер тоқыған, ою ойған, кесте тіккен, ағаш өнері әшекей жасаған, 16. Гүл еккен, ағаш отырғызған, бау-бақшадағы жұмыстар, 17. Тәтті нандар, торт, бәліш, тоқаш, күлше пісірген, 18. Жазу жазған, 19. Әлеуметтік желінің қыр-сырын ашқан, 20. Компьютер мен интернетпен жұмыс істеген. Енді осының ішінде сіз үшін маңызды, шынымен де айналысқыңыз келген 10 жұмысты теріп жазыңыз. Сосын одан да қатты маңызды 5-еуін теріп жазыңыз. Сосын 3-еуін. Енді осы тізімдегі 3-еуінің ішінен ең маңыздысы, шынымен де өмірде сіз үшін рахаттанып айналысатын іс қайсысы, соны жазыңыз. Міне мүмкін осы сіздің өмірлік мақсатыңыз болуы мүмкін. Бұл тек сіздерге түсінікті болу үшін келтірілген мысал ғана, ал сіз тек өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің қолыңыздан келетін істердің тізімін жазыңыз. Бұл да сіздің мақсатыңызды анықтауға көмектеседі. Мен өзімнің мақсатымды қалай таптым? Менің де қолымнан келетін іс біршама баршылық. Мен тәтті нандар, торт, бәлішке, тәтті орамалар,
тағы да басқаларды пісіргенді, киім тіккенді және жазу жазғанды, кітап оқығанды бала күнімнен жақсы көремін. Ол кезде интернет жоқ және тоқпен пісіретін немесе тоқпен киім тігетін машиналар мүлде жоқ. Ал кітап көбіне мұғалімдердің үйінде бар. Осыған қарамастан мен өз қиялымнан неше түрлі тәттілерді далада табаға пісіретімін. Өзіме юбкалар тігемін деп үлкендердің ескі киімдерін қиқалағаным үшін талай таяқ жегенім есімде. Кітапты қазақ тілі мұғалімінен сұрап алып оқитынмын. Жазбасам ауырамын. Біреуге ренжісем де, қатты қуансам да барлығын жазып отырып шерімді тарқатқанымын. Қағаз бен қалам менің сырласым еді. Алғаш жантану әлеміне келгенде тәттілер пісіру мен киім тігу сияқты сүйікті істерім нан тауып жеуіме көмектесті. Менің пісірген тәттілерімді аңсап, арнайы келіп жейтіндер бар. Өзіме қажетті киімдерді соңғы кездерге дейін өзім тігіп киіп жүрдім. Бұл екі іспен айналысқан маған ұнайды. Бірақ еріккендегі ермегім сияқты шабыт келгенде қиялымды қосып, ерінбей бірнеше тәтті нандар пісіріп, неше түрлі киім тігемін. Ал шабыт келмесе, біреу басыма мылтық тақаса да пісірмеймін. Бір кездері ақша табу үшін пісірдім. Тігінмен айналыстым, тек ақша табу үшін. Бұлармен айналысқанда рахат алып демалмайды екенмін. Бірақ өз еңбектерімді көріп мәз болатынмын. Жазғанда менің жаным рахат алатын сияқты. Қолыма қалам қағаз алғанда не жазатынымды білмеймін, бірақ бір тақырып басталса ары қарай мені тоқтату қиын. Мен жазғанда ішіп отырған шайым да жайына қалады. Тіпті тамақ жеместен бірнеше сағат сол жазғанымды рахат алып отыра беремін. Жазған сайын шабытым ашылады. Алғаш өз мақсатын анықтау туралы сабақ ала бастағанда менің мақсатым кітап жазу, жазушы болу деп ойлайтынмын. Бертін келе менің өмірлік мақсатым адамдарға көмектесу екенін түсіндім. Бір күні Валентин Сталыго деген беларустық тәлімгерден 3 айлық сабақ алып болған соң скайп арқылы жеке 1 сағат сөйлестік. Мен өзімнің мақсатым кітабымды жазу екенін айтып отырып, 2 сөзімнің бірінде қазағыма көмектескім келеді. Қаншама қыз келіншектер бар, адасып жүрген. Осыларға көмектесуім керек. Бізде психологияны аса ешкім білмейді деп шырылдай беріппін. Содан менің тәлімгерім маған: "Кәмшат, сенің басты мақсатың кітап жазу емес, адамдарға рухани көмектесу. Сондықтан саған алдағы 90 күнге тапсырма: 7-8 қызды жинап, онлайн сабақ беруді баста. Сенің айтарың көп, білгеніңмен бөлісуің керек. Елге көмектесе отырып, өзің де өсесің" деді. Шынымен де мақсатым кітап жазып, жазушы атану емес, барлық қазақ тіліндегі адамдарға өмірлерін жақсы жаққа өзгертуге, өз тәжірибемен бөлісе отырып көмектесу, қол ұшын беру екенін түсіндім. Өмірде өз-өзімді тапқаныма мәз болдым. Жүрегім бір толқып, біресе қорқыныш, біресе қуаныш сезімі биледі бойымды. Басында менің өмірлік мақсатым адамдарға өмірлерін жақсы жаққа өзгертулеріне көмектесу дегенде, маған бірден қалай деген сұрақ келгені рас. Ойласам қорқатынмын. Мені кім тыңдайды? Менің көмегім кімге керек деген сұрақтар туғанда денем дірілдеп кететін. Ұстазым маған алдағы 90 күнге тапсырма берді. Мен өз мақсатымды табу туралы кез келген тәлімгердің өмірлік мақсатымды тапқанда қалай деген сұраққа жауап бере алмауым керек. Міне сол сенің өмірлік мақсатың болып табылады дегендерін естігенмін. Ал енді кітап жазуды алып қарасам, қалай деген сұраққа жауап бере аламын. Яғни кез келген тақырыпта қалаған нәрсемді жазамын. Баспаға ақшасын төлесем, кітап болып жарыққа шығады. Кішігірім бір кітаптың авторы болып шыға келемін. Ал енді қазақ тілінде барлық адамдарға өмірлерін жақсы жаққа өзгертуге көмектесу дегенді ойлағанда қалай екенін миыма кіріп шығар емес. Кәдімгідей қорқынышты көрінетін. Содан өз мақсатымды үлкен қылып жазып бөлмеме іліп қойдым. Сосын мынандай бірнеше аффирмация жаздым. Мен қазір жұртқа көмектесіп жүрмін. Мен адамдарға сабақ бере бастадым. Менен сабақ алу үшін адамдар мені өздері іздеп келуде. Менің сабағым барлығына ұнайды. Менен сабақ алушылардың саны күн сайын арта түсуде. Менің берген кеңестерім барлығына ұнап жатыр. Менен сабақ алғандардың өмірлері жақсы жаққа өзгеріп келеді.
Мен кез келген жерде өз ойымды еркін жеткіземін. Аффирмациямды сол әдеттегідей оқып, қайталап, өзін-өзі бағалау дәптеріме қиялымды жаздым. Мен қиялымда адамдар менен сабақ алу үшін өздері іздеп келіп жатқан, сабақ беріп жүргенді, менің сабағымның көп адамдарға көмегі тигенін, кітап жазып жатқанымды елестетіп, осындай сурет көрдім. Содан бір күні аялдамаға шығып, бір автобусқа отырдым. Автобустың ішінде бос орын көп екен. Келесі аялдамадан жасы 50-лердің шамасында бір әйел адам дәл менің қасыма келіп отырды. Бір тақырыпта сөйлесіп кеттік. Мен ол кісіге бір кітаптың атын айтып, оқуға кеңес бердім. Дереу сөйлескесін дәптерін алып, кітаптың атын жазып алды. Телефон номерлерімізді алмасып, арада бір апта өткенде әлгі әйел кісі телефоныма: «Кәмшат, кітапты айтқаның үшін рахмет. Расында керемет кітап екен. Оқып шықтым. Қолың босағанда кездессек» деген хат жолдапты. Кездесетін уақыт белгіледік. Сөйтіп кездестік. Ары қарай жақсы араласып кеттік. Ол кісі менен сабақ алғысы келетіндердің алғашқысы болып, маған ұсынысты өзі жасады және менен сабақ алуға кеңес беріп, қасына бірнеше танысын ертіп келді. Одан кейін әлеуметтік желіде Инна Кханың парақшасына жазған пікірімді Гүлмира деген келіншек оқып, мені өзі тауып: «Сіз маған сабақ беріңіз, Иннадан үйренгендеріңізді үйретіңізші. Мен қазір Иннаға төлейтін ондай көп ақша жоқ. Көмектесіңізші» деп маза бермей жүрген. Содан осылай бірнеше қыз мені өздері тауып келіп, өзім күтпеген жерден оңай және тез алғашқы сабағымды бастадым. Алғашқыда бір ай тегін сабақ бердім. Тегін бір айлық сабақ аяқталғаннан кейін 10 күннен соң қыздар өздері ақылдасып, менің уақытымды бағалап, ақылы сабақ беруіме ұсыныс жасады. Сөйтіп алғашқы тобыма 3 ай сабақ беріп, тәлімгерім Валентина Сталговтың маған берген үй тапсырмасын орындадым. Менен сабақ алғаннан кейін топтағы кісілердің әрқайсысында кішкене болсын жетістік болды. Ал енді толық өздерімен жұмыс істегендердің жетістіктері керемет. Аптасына 3 рет сабақ өттік. Әр жексенбі күні қалада кездесу ұйымдастырдым. Кездескенде бірге кітап оқимыз. Расында байқағаным, адамдарға өз тәжірибемді айтып, білгенімен бөліскен сайын өзімнің де өсуім жылдамдады. Осылай Қазақстанның түпкір-түпкірінен қыздар көмек сұрай бастады. Мен қолымнан келгенше кеңесімді беремін. Осы тұста мені ылғи бір сұрақ мазалайтын: осы психологиядағы айтылғандар исламға қарсы емес пе екен деген. Өзім сырттай білетін дін жолындағы үлкен кісілерден сұрамақшы болып әрекет жасап едім. Кейбіреулермен кездесе алмадым, ал кейбіреулерінің жауабы толық болмады. Содан бір күні телефоныма Дина деген келіншектен: «Шәміл Әләуитдин, триллионер слушает» деген бейнебаян келді. 2 күн бойы үзбей Шәмілді тыңдап, ютубтағы барлық бейнебаяндарын көріп шықтым. Өзімді ойландырып жүрген сұрақтың барлығына толық әрі нақты жауабымды таптым. Бұл маған алдыға жылжуға керемет күш-жігер сыйлады. Өзімнің алдыға қойған мақсатымның, өмірімді жақсы жаққа өзгерту үшін жасап жатқанымның барлығы дұрыс екені мені қуантты. Менің өмірге деген құлшынысым арта түсті. Содан кейін Шәмілдің кітаптарын сатып алып оқи бастадым. Оқыған сайын зәмзәм су ішкендей рахаттанамын. Шәмілдің «Триллионер ойлайды» кітабын қазақша аударып, бір тобыма осы кітап бойынша сабақ өттім. Міне, осы кезде Шәмілден сабақ алуым керек деген шешім қабылдадым. Шәмілдің семинарына қатысқаннан кейін әлеуметтік желілерден өз парақшамды ашуды ойладым. Мақсатым өзімнің ішіп жегенімнің суретін салып танымал ету емес, парақшама пайдалы кеңестер жазып, оқырмандар жинап, адамдарға пайдамды тигізу. Әлеуметтік желімен қалай жұмыс істеу керектігін де білмеймін. Тәуекел етіп, мен үшін барлығы оңай және тез деген аффирмацияны айтып, психология KZ деген атпен Инстаграм парақшасын аштым. Күндегі не жазатынымды алдын ала жоспарлағанда емеспін. Адамдар психологиялық көмекке шөлдеп қалғандай, құдды бір мені күтіп отырғандай көрінді. Себебі менің парақшама тіркелушілердің саны сағат сайын артты. Күніне бірнеше хат аламын. Келген сұрақтарға жауап беріп үлгерер емеспін. Оқырмандардың алғыс хаттары да
ағып келіп жатыр. Парақшадағы кеңестерді оқып ақ өмірлерін өзгертіп жатқандар бар. Алғашқы кезде өзім бір тақырыпты алып, оған сурет дайындап, пост жазатын едім. Қазіргі кезде оқырмандардың өтініші бойынша солардың көкейлеріндегі тақырыптарға посттар жазудамын. Көмегімнің тиіп жатқанын білу мен үшін бір бақыт. Осы кітапты жарыққа тездетіп шығаруыма жан-жақтан көмек сұрап ағылып келіп жатқан хаттар да әсер етті. Мен алғашқыда сабақ алуды, кітап оқуды барлығын жалғыз бастадым. Қасымда мені қолдаған, ойымен бөліскен не досым, не туысым болмады. Өз мақсатымды тауып, сол жолда өсіп келе жатқанымда әртүрлі сыйлығыммен бірге келген қайырлы сынақтарда көп болды. Мен жалғыз 3 баламен қалғанда ары қарай өшіп қалмай, өскенімді көре алмағандар да болды. Қайтсем құтыламын деп аяғымнан шалғандар да бар. Кейде менен біраз адамдар, әсіресе жақын адамдарым теріс айналып кеткендей болды. Менің ешбір қатысым жоқ нәрсеге кінәлап қаралағысы келгендер де болды. Кейбір достарым мен ойларымыз бір жерден шықпағандықтан көбісі мені түсіне бермейтін. Кейбір үлкен кісілер өздерінің мақсаттарына қол жеткізу үшін маған ақылы ұсыныстар жасаған кездер де болды. Біреулер менің кітап жазып жатқанымды естіп, керемет жарайсың десе, арасында кекектеніп күлгендер де болды. Ал енді кейбіреулері өзіме келіп, сенің басың жұмыс істемейді екен. Қазіргі заманда кім кітап оқиды? Сенің кітабың кімге керек? Кітап шығару оңай дейсің бе? Қанша ақша керек екенін білесің бе? Одан да ақша табатын тірлік жасасаңшы деген жандарды ашып, ақылдарын да айтып жатты. Ал енді осындай сыртқы факторлардың әсерінен қалай қабылдап не істеуім керектігі туралы алдағы бөлімнің бірінен оқисыздар. Мен алған бетімнен еш қайтқан жоқпын. Себебі осындай мен туралы жан-жақты пікірлердің көптігіне қарамастан менің өмірім жақсы жаққа өзгеріп бара жатқан еді. Мен ешкімді тыңдамадым. Мен тәлімгерімді және өзімнің ішкі дауысымды тыңдадым. Содан алға қойған мақсатыма қол жеткізу үшін әрекеттер жасап, тек алға жылжып отырдым. Содан бір күні кітап жазған танысыма жолығып, кітап шығару жолын сұрастырдым. Өзім баспаларды аралап, мән-жайды білдім. Біраз ақша керек екен. Жақын таныстарыма кітабымды шығаруға демеуші болуларын сұраған кезде де болды. Ешкім қолдамай, кейбіреулері ақшалары болса да демеушілік көрсетуге келіспей жатса, кейбіреуі өтініштерімді жауапсыз қалдырып жатты. Бірақ мен мұндайда бұл мен үшін қайырлы. Дәл осылай көмектесуге бас тартқандары мен үшін қайырлы. Барлығына рахмет. Себебі Алла маған бұдан да керемет сыйлық дайындап жатыр деп дауыстап тұрып айтып, ары қарай жылжыдым. Кейде өз мақсатыма қол жеткізу үшін осындай ақшамның, танысымның жоқтығын ойлап, бір сәт көңілімнің түскені рас. Дегенмен осылардың бәріне қарамастан өз мақсатыма қарай алған бетінен қайтпадым. Өз мақсатыма сатқындық жасамадым. Кейде бара жатқан жолымды, жоспарымды өзгертіп жаттым, бірақ алға қойған мақсатымды ешқашан өзгертпедім. Адамға кез келген жетістік адамдармен араласу арқылы келеді деген жақсы қағида бар. Осы сөз менің санамда жатталып қалған. Жатталып қалғаны соншалықты алғашқыда мені біреулер жүйелі маркетингке шақырса барып жүрдім. Ондай компанияларға жазылмасам да өзіме жаңа таныс табу үшін барамын. Осылай жүріп, бірнеше адамдармен танысып, көп нәрсе үйрендім. Одан кейін қай тәлімгерден сабақ алсам да, сол топтағы адамдармен тығыз қарым-қатынаста болуға тырыстым. Топта қанша адам болса, барлығының бойынан бір жақсы нәрсе үйренемін. Осы ізденістерімнің барлығының оң нәтиже бергендігі қазіргі таңда ойымыз бен сөзіміз бір жерден шығатын, кез келген уақытта ақыл кеңес айта алатын, сенімді жетістікке жеткен достарым өте көп. Сондай достарымның бірі ширегі Шәміл Әлаутдинов. Сабақ алған достарым. Біз 3 күндік сабақты аяқталғаннан кейін жиі кездесулер жасап тұрдық. Мен барлық кездесулерге барып жүретінмін. Ол кезде кітап жазуға толығымен кіріспеген едім. Кітапқа не жазатынымның барлығы көкейімде сайрап тұр. Бірақ құнттап кітап жазуға отырмаймын. Менің жиі айтатын аффирмацияларымның бірі, маған қажетті адамдар ылғи
қасымнан табылуда деген еді. Содан бір күні өзіме керекті өз ісінің нағыз маманына жолықтым. Маған керемет жол көрсетті. Сол адамның себепкерлігімен соңғы 2 ай бойы таңертеңгі сағат 9:30-дан кешкі 17:00-ге дейін қозғалмай кітап жазуға отырдым. Бұл досым туралы, оның білімділігі мен өмірлік тәжірибесінің молдығы, еңбекқорлығы туралы, үлгі аларлықтай еңбектері туралы келешекте кітап жазу ойымда бар. Міне, қарап отырсам мақсатыңызды тапсаңыз, қалағаныңыздың барлығы өзі реттеледі екен. Яғни сіз үшін Алла реттейді екен. Расында кез келген жерде қалай деген сұрақ, қорқынышты сұраққа тоқталудың еш қажеті жоқ. Тек қана қалайтыныңызды білсеңіз болғаны. Себебі кез келген жерде қалай деген сұраққа қадалатын болсаңыз, жауап бере алмай, сағыңыз сынып тұрған жеріңізде желі шыққан шар құсап солып қаларыңыз анық. Сондықтан мен үшін кез келген жерде қалай деген сұраққа тек Алла жауап береді. Мен ол сұрақты Алланың еншісіне қалдырамын. Мен тек өзімнің қайда бара жатқанымды білуім керек. Күн сайын қолымнан келетін қандай да бір әрекеттер жасаймын. Өте қарапайым мысалмен айтқанда, мақсат дегеніміз үйден шыққанда аялдамаға барып автобусқа мінбес бұрын қайда және не үшін бара жатқаныңызды білуіңіз керек қой. Тура сол сияқты ең бастысы қайда бара жатқанымызды, кім болғымыз келетінін білуіміз керек. Қол жеткізгеніңізге сенуіңіз керек. Ол үшін ең бірінші миыңызды сендіру керек. Тек жай жақсы ойлап, жақсы сөз сөйлеуіміз керек. Міндетті түрде әрекет жасауымыз керек. Мақсатымызға қол жеткізу үшін бізге қажетті адамды, ақшаны және қандай да бір оқиғалардың барлығын Алла өзі реттейді екен. Қалай дегенді білетін адам ылғи жұмыс тауып алады, ал не үшін дегенді білетін адам оның басшысы болады дейді Диана Райвич. Ең бастысы қайда және не үшін бара жатқаныңды біл. Соңғы картинаның суреті анық көре біл. Соңғы аялдаманы нақты біл. Қалай деген сұрақты ұмыт, ойлама деп жатырмын. Енді осыған тағы бір мысал келтірейік. Соңғы аялдама дегеніміз не? Мысалға, қаладағы кинотеатрда жаңа киноның көрсетілімі бүгін басталады екен. Сол киноның жарнамасы шыққанын көруге асығып жүрдіңіз. Яғни не туралы, қалай аяқталатынын қызығушылығыңыз артты. Сіз бірінші көрсетілімге алғашқы болып 10 минут бұрын бардыңыз. Кино басталмай тұрып 10 минут киноның ең соңғы эпизодын көрсетті. Яғни соңы қалай аяқталатынын, кім не болатынын бәрі көріп алдыңыз. Содан кино басталған кезде сіз алғашқыдай сан түрлі оймен қарамайсыз. Яғни ортасында кейіпкерлер қандай қиындықтарға тап болып жатса да, сіз еш қиналмай, уайымдамай отырасыз. Себебі аяғында бәрі жақсы болатынын білесіз. Тура осы сияқты сіздің мақсатыңызға қатысты киноның ең соңғы эпизодын анық көруіңіз керек. Мақсатыңызды анықтағаннан кейін ол мақсат қандай болса да, тіпті кез келген істі жүзеге асырарда өзіңізге сенімді болыңыз. Өзіңіздегі сенімділікті арттыру үшін айнаға қарап тұрып, мен мұны жасай аламын, мен барлығын жасай аламын, менің қолымнан келеді, мен барлығын оңай және тез қол жеткіземін деп бірнеше рет дауыстап айтыңыз. Ал енді жоғарыдағы сұрақтардың көмегімен өз мақсатыңызды анықтаған болсаңыз, мақсатқа қол жеткізетін уақыт белгілеңіз. Содан кейін қағазға шамамен былай: мен қазір сондай бақыттымын және Аллаға айтар алғысым шексіз. Мен өзімнің сүйікті ісіммен нақты сүйікті ісіңізді жазыңыз. Айналысудамын. Бұдан өзіме рахат алып, ай сайын тұрақты түрде миллион ақша тауып ие болудамын. Қанша сума екенін санмен жазыңыз деп жазамыз. Осы жазғаныңызды күнде бірнеше рет көшіріп жазыңыз. Көз алдыңызға, мақсатыңызға қол жеткізген кездегі өзіңіздің қуанышты сәтіңізді елестетіңіз. Сол бейнені нақты көре білуіңіз керек. Енді сол көз алдыңыздағы суретті өзін-өзі бағалау дәптерінің толығымен осы шақта қол жеткізгендей етіп жазыңыз. Қысқаша айтқанда шығарма жазыңыз. Мысалға, сізге атақты суретші, ең мықты дәрігер, ұлағатты ұстаз деген сияқты тақырыпта шығарма жазуға тапсырма берді дейік. Ал енді сіз үшін атақты суретші деген кім? Ең мықты дәрігерші. Сіз осы аталған адамдар туралы өз түсінігіңізді, өз ойыңызды жазарыңыз анық.
Тура сол сияқты өзіңіздің мақсатыңызды анықтағанда кім болғыңыз келеді, сол туралы нақты шығарманы осы шақта жазыңыз. Содан кейін мақсатыңызға қатысты бірнеше аффирмация жазыңыз. Алдағы 90 күн бойы жазғандарыңызды көшіріп жазып, қайталап оқыңыз. Мұндай жазба жұмысы сіздің қиялыңызды өсіреді және сіздің миссия қиялыңыздағы суретті анық көрсетуге көмектеседі. Күн сайын қиялға беріліп бір мезгіл мақсатқа қол жеткізген кезді елестетіңіз. Міндетті түрде елестетіңіз. Сол сәтті сезініңіз. Қол жеткізген кезіңізді, соңғы аялдаманы елестетіңіз. Қуанып жиі сезініңіз. Күніне 5 минут болсын сондай қиялға беріліңіз. Бұл ертең кім болғың келеді, бүгіннен бастап өзіңді солай ұста, сезін дегенді білдіреді. Егерде көз алдыңызға еш нәрсе елестете алмасаңыз, YouTube'тан өз мақсатыңызға қатысты жетістікке жеткен кісілердің өмір жолын, өмір баянын көріңіз. Кітаптарды оқыңыз. Жалпы үлкен жетістікке жеткен бай адамдардың еңбек жолдарын көп қараңыз, оқыңыз. Бірақ есіңізде болсын, кешке дейін осындай қиялға беріліп, ешқандай әрекетсіз құр көшіріп жазып, оқып қойып қана отыра беруге болмайды. 24 сағат басыңызды алмай тек осыларды көшіріп жазып аффирмация айтып отырсаңыз да, қандай да бір әрекет болмаса, ешқандай жетістікке жетпейсіз. Сондықтан орныңыздан тұрып әрекет жасаңыз. Кішкентай болса да күнде қандай да бір әрекет жасау керек. Мен өзімнен сабақ алғандарға кейде айтамын, ең болмаса үйден шығып көшеде 5 адаммен танысыңыз деп. Көп адамдармен танысып араласу керек. Себебі кез келген жетістік адамдармен қарым-қатынас араласу арқылы келетінін жоғарыда айтып өттік. Менің өмірлік мақсатым өз тәжірибемен бөлісу арқылы адамдардың өмірін жақсы жаққа өзгертуге қол ұшын беру, көмектесу дедім. Ал кітап жазу, әлеуметтік желілердегі парақшаларды ашу, сабақ беру, семинарлар жүргізу, мұның барлығы да арнайы бір уақыттарға берілген мақсаттар. Бұлар менің өмірлік мақсатыма қол жеткізу үшін қажетті құралдар болып табылады екен. Мен әрбір адамға жеке барып көмектесуім мүмкін емес. Сондықтан біреулерге кітап арқылы, біреулерге әлеуметтік желілер арқылы, біреулерге семинарлар арқылы, біреулерге жеке кеңес беру арқылы қол жеткізерім, көмегімді тигізерім сөзсіз. Адам өз мақсатына қол жеткізу үшін жасаған әрбір ісінен рахат алуы керек екен. Яғни өзінің сүйікті ісімен айналысқанда шаршамай, керісінше рахат алады. Таңертең ұйқыдан оянғанда мақсатыңыз сізді төсектен атып тұрғызады екен. Сондықтан өзіңіздің сүйікті ісіңізді анықтаңыз. Өзінің мақсаты жоқ адамдар өзгенің мақсатының орындалуына ат салысып жүргендер болып табылады. Өзінің мақсаты жоқ адамдар біреулерге тәуелді адамдар. Өзінің мақсаты жоқ адамдар қаржылай біреулерге тәуелді адамдар. Өзінің мақсаты жоқ адамдар біреулерге жалданып жұмыс істейтіндер. Мақсатыңызды ешқашан қазіргі жағдайыңызға қарап отырып анықтауға болмайды. Яғни адамның ақшасы жоқ, қарызы көп болса, өзі керемет ән салатын бола тұра, менің мақсатым көп ақша табу деп саудамен айналысып кетпеуі керек. Одан кейін сіздің мақсатыңыз басқаларға пайдалы болуы керек. Біреудің пайдасына жарай білуіңіз керек. Сондықтан сіздің қолыңыздан қандай да бір іс келсе, сізге және сіздің еңбегіңізге деген сұраныс бар. Өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналыса отырып, өзгеге пайдаңызды тигізе отырып, сіз мол табысқа ие боласыз. Ең бастысы, табыс табуда шаршамауымыз керек. Ол үшін тағы бір айтамын. Өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысуыңыз керек. Егер де өзіңіз басқа саланы жақсы көре тұра, қазір біреудің қолында мамандығыңыз бойынша жұмыс істейтін болсаңыз, бас салып жұмыстан шығуға асықпаңыз. Мұндайда не істейміз? Осы мамандық сізге ұнай ма, жоқ әлде ұнамай ма? Ұнайтын-ұнамайтын біреулерге жұмысыңыз туралы айтқанда әңгімеңізден байқауға болады. Егер де біреу жұмысыңыз туралы сұрағанда, ой, жүрміз, сол баяғы, ақша аз, қайтем енді шаршасам да, амал жоқ, басқа жұмыс жоқ, жүрміз ғой дейтін болсаңыз, онда жұмысыңызды жақсы көрмейсіз. Амал жоқ ақша үшін басқа жұмыс болмаған соң жүрген адамсыз.
Мұндайда сізге қанша жалақыңызды көбейтсе де сіздің көңіліңіз толмайды. Кез келген уақытта сіздің шағымданған әңгімеңіз бітпейді екен. Қанша жыл жұмыс істесеңіз де ешқашан үлкен жетістікке жетпейсіз. Ал енді сізге жұмысыңыздың нақты несі ұнамайды екен? Соны анықтаңыз. Ол үшін бір параққа жұмысыңызға қатысты көкейіңізде жүрген жағымсыз ой-пікірдің бәрін, жұмыста әріптестер арасында болған, көңіліңізді түсірген оқиғаларды толық кім, неге, не үшін, қашан деген сұрақтарға жауап бере отырып жазыңыз. Бір парақ бола ма, 5 парақ бола ма, барлығын толық жазыңыз. Сосын анықтап оқыңыз. Содан кейін сендерге рахмет. Мен барлығыңа алғыс айта отырып, сендерді өз өмірімнен босатамын. Сендерге Алланың нұры жаусын. Мен сендерді жақсы көремін деп алғысты дауыстап айтып отырып жыртыңыз, өртеңіз. Ал енді бір дәптерге жұмысыңыз, бастығыңыз, әріптестеріңіз, алып жатқан айлығыңыз, тағы да басқа үшін Аллаға ең аз дегенде 50 алғыс жазыңыз. Сіз қазіргіден де жақсы жұмысқа ие болу үшін қазіргі барыңызды бағалап, сол үшін Аллаға шексіз риза болуыңыз керек. Қазіргі жұмысыңызды жақсы көруіңіз керек. Міне, осы кезде Алланың сізге деген одан да кереметін берері сөзсіз. Бұл жазу сіздің жұмысыңызға деген көзқарасыңызды жақсы жаққа өзгертуге, жұмысыңызды жақсы көруге және барыңызды бағалауға көмектеседі. Одан кейін әр адам өзінің істегеніне қарай лайықтысын ғана алады. Сіз сол жұмысыңызда отырып, өзіңізге берілгеннен, өзіңізге тиесіліден артық жұмыс жасап үйреніңіз. Мұндай артық еңбекті ешқандай есепсіз, шын ниетіңізбен жасаңыз. Сіз жасағаныңызға қарай еңбегіңіздің ақысын, жұмыстан болсын, басқа жақтан болсын аларыңыз сөзсіз. Тек жасағанда ешқандай есепсіз жасап үйреніңіз. Мен өзімнің сүйікті ісіммен айналысып жатырмын деген сөзді жиі айтыңыз. Уақыт өте келе, сіз өзіңіздің барыңызды бағалап, шын риза болған кезде жұмыстан шығу-шықпауыңыздың барлығы өзі анықталады. Расында, бұл мамандық сіздікі болмаса, ыңғайы келіп, жұмыстан шығып кетуіңіз мүмкін. Басқа жақтан ұсыныстар түсуі мүмкін. Әйтеуір өзі реттелері анық. Мен мұндайда уақытта келгенде Алла өзі реттейді деп айтамын. Сондықтан мақсат туралы оқығанда жұмысыңыз өзіңізге қанша ұнамаса да бас салып жұмыстан шығуға асықпаңыз. Тек жоғарыдағы кеңестерді жасаңыз. Қалғанын Алла өзі реттейді. Осыған сеніңіз. Ал енді қазіргі өз мамандығыңыз өзіңізге ұнайтын болса, істеп отырған салаңызда өсіңіз, ең мықтысы болыңыз. Өз мамандығыңыз бойынша білім алыңыз, кітаптар оқыңыз, YouTube-дан кеңестер көріңіз, алған біліміңізді күнделікті өмірде пайдаланып үйреніңіз. Өз мақсатыңызды айқындаған кезде жолдағы кедергілерге берілмеңіз. Ондай кедергілер болары анық. Мұндай кездерде ертең мақсатыма қол жеткізгенде осылардың маңызы бар ма? Мен мақсатыма қол жеткізгенде не болады деген сияқты сұрақтарға жауап беріңіз. Кейбір жағдайлардың бір айдан кейін де ешбір маңызы болмай қалары анық. Сондықтан жолдағы әрбір туындаған кедергілерге тоқталып тұрып қалмай, мақсатыңызға жету үшін ары қарай жылжыңыз. Жалпы кез келген мақсатты іске асыру үшін таныс немесе ақша керек деген үлкен қате ой екенін түсіндік. Сондықтан қандай да бір мақсатты іске асыру үшін, биікке шығып жетістікке жету үшін таныс тамыр болмаса ақша емес, білім керек. Білім алыңыз, өсіңіз, одан кейін кез келген алған біліміңізді күнделікті өмірде тәжірибеден өткізіп, пайдалана біліңіз. Кімнің өмірлік мақсаты жоқ, ондай адам кім не айтса, соған еріп, әр нәрсенің басын бір шалып жатады. Қайда бара жатқанын білмеген адам жол жөнекей, әр нәрсеге бір алаңдап, түзу жолдың өзінде дұрыс жол таппайды. Ал мақсаты бар адам нақты қайда бара жатқанын білгендіктен жолда қандай бір дауыл болса да еш нәрсеге қарамай алға жылжиды. Мақсатты анықтағаннан кейін адамда әрекет болуы керек. Ал күнделікті қандай әрекет жасайтыныңды білу үшін қолыңда жоспар болуы керек. Ескере кететін нәрсе, адамда өмірлік бірнеше мақсат
болмауы керек. Яғни бірден 2-3 мақсатты алып жүруге болмайды. Себебі сіз өмірлік мақсатыңызды анықтағанда бойыңыздағы бар энергияңызды соған жібересіз. Ал егер 2 бірдей биік мақсатты таңдасаңыз, жазба, елестету, сезіну жаттығуларын жасағанда, ал бұл жаттығуларды жасау алғашқыда өте маңызды. Бір мақсатпен жұмыс істеп, артынша екінші мақсатыңызға кіріссеңіз, немесе бүгін біреумен, ертең екіншісімен жұмыс істегенде миыңыз атала болады. Нәтижесінде түкке де қол жеткізбеуіңіз мүмкін. 2 кеменің басын ұстаған суға кетеді деген мақалдың кері келеді. Сол себепті адам өмірлік бір мақсат, одан кейін мақсатына қол жеткізу үшін күн сайынғы істейтін әрекетінің жоспары болуы керек.